Бір ауылда Жамал деген ақылман қатал әже өмір сүріпті. Оның екі ұлы болды. Үлкен ұлы қалада тұрса, кішісі Дәулет ауылда ата-анасымен бірге тұрды. Жамал әже ауылға сыйлы, көпті көрген адам еді. Ауыл адамдары оның ақылын тыңдап, кеңесіне жүгінетін. Bir күні Дәулет үйленіп, жас келін үйге келді. Келіннің аты Айжан болатын. Айжан тәрбиелі, сыпайы, еңбекқор. Бірақ жаңа отбасының ортасына бейімделу оған қиынға түсті. Келін болып түскеннен кейін Жамал әже оған үлкен талаптар қоя бастады. Үйдің тазалығы, тамақтың дәмділігі, шаруаның жүйелілігі бәрін енесі мұқият қарады. Жас келін шаршаса да сыр білдірмей, енесінің айтқанын орындауға тырысты. Бірақ кейде енесінің қатал сөздері жүрегіне тиіп, көңілі жабырқайтын. Bir күні таңертең Айжан ерте тұрып, бүкіл үйді жинап, таңғы ас әзірледі. Бәрі үстелге жиналған кезде Жамал әже тамақты татып көріп, «Тұзы аздау екен, тамақты дұрыс істей алмайсың ба?» деді қабағын түйіп. Айжан үндемей көзіне жасын іркіп қалды. Сол күні түстен кейін Дәулет жұмыстан қайтқанда келіннің көңілсіз жүргенін байқады. «Не болды, Айжан, әлденеге көңілің түсіп жүрме?» деп сұрады күйеуі. Айжан ұзақ ойланып, «Мен қолымнан келгенше тырысып жүрмін, бірақ енемнің көңілінен шыға алмаймын. Қалай дұрыс жасасам да сын таусылмайды» деді жыламсырап. Дәулет жұбайын жұбатып, «Анашымның мінезі қатал, бірақ жүрегі жұмсақ. Ол бізді тәжірибесімен тәрбиелегісі келеді. Сабыр ет, барлығы жақсы болады» деді. Сол түні Айжан ұзақ ойланды. Ертеңіне де ол Жамал әжеге жақындай түсуді шешті. Келесі күні Айжан таңертең енесінің қасына барып, «Апа, сіздің тамақ әзірлеудегі тәжірибеңіз мол. Маған дәмді тамақтар дайындауды үйретсеңіз қуанышты болар едім» деді. Жамал әже келінінің осы сөздерінен оның ынтасы мен құрметін сезініп күлімсіреп, «Жақсы қызым, мен саған өзім білетін барлық нәрсені үйретемін. Екеуміз бірге істесек, барлығы тамаша болады» деді. Сол күннен бастап Айжан мен Жамал әже бірге тамақ дайындап, үй шаруасын бірге атқаратын болды. Әже келіннің өзінің жас кезіндегі қиындықтары мен қарым-қатынасы туралы әңгімеледі. Bir күні ауылға қонақтар келді. Айжан мен Жамал әже дастарханды бірге жайып, дәмді тамақтарды бірге әзірледі. Қонақтар кетіп бара жатып, Жамал әжеге, «Келініңіз тәрбиелі, шебер, өзіңізге ұқсайды екен» деді. Сол сөздерді естіген Жамал әженің көзіне жас толды. Ол келіннің құшақтап, «Қызым, сен шыдамды, тәртіпті келінсің. Менің қатты сөздерімді кешір. Саған қаталдық танытқаным жақсы адам болсын дегенім» деді. Айжан енесінің жүрегіндегі мейірімділікті сезініп, көзіне жас алды. Екеуі бір-бірін түсініп, сыйластықта өмір сүре бастады.